Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Гүлфия. Бүгін ауызда еритін өте дәмді әдемі самсаның жасалу жолымен бөлісемін. Ұнға қопсытқыш, тұз қосып жақсылап араластырамыз. Барлық қажетті заттарды осы видеоның астына жазып қоямын, сол жерден қарасаңыздар болады. Суық сары май қосамыз. Май мен ұнды кішкене араластырамыз. Содан кейін қолмен сары майды иземіз. Қамыр өте жұмсақ болып шығады. Жақсылап қолмен изесіздер. Содан кейін қаймақ қосамыз. Қаймақтың пайызы маңызды емес, мен 15% қостым. Кез келген пайызды қаймақ қоса беріңіздер. Үйдің қаймағы болса тіптен жақсы болады. Басында үлкен қасықпен жақсылап араластырамыз. Содан кейін қолмен қамыр илейміз. Қамырды жақсылап илеп, содан кейін салафанға салып, тоңазытқышқа алып қоясыздар бір жарты сағатқа, немесе жай шетке қойып қойсаңыздар болады. Кішкене тынғаны дұрыс қамырдың. Ортасында қамырды бір-екі рет илеп қойған дұрыс. Салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге картоп қажет болады. Картоп міндетті емес. Менде тартылған ет майлы болғандықтан картоп қосып жатырмын. 4 бұрышты етіп тураймын. Картоптың орнына асқабақ қосуға да болады. Өте дәмді болып шығады. Картоп дайын. Тартылған етке қосамыз. Содан кейін пияз қажет болады. Мен осында үлкен пияз алдым. Пияздың көп болғаны дұрыс. Сол кезде салмасы өте дәмді болып шығады. Пиязды да ұсақтап 4 бұрышты етіп тураймыз. Ет тартқышпен турасаңыздар да болады пиязды. Ұсақтап 4 бұрышты етіп тураймыз. Пияз дайын. Салмасына қосамыз. Дәміне қарай қара бұрыш және тұз қосамын. Өз қалауларыңыз бойынша басқа да приправалар қоссаңыздар болады. Жақсылап араластырамыз. Салмасы біркелкі болғанша жақсылап араластыру қажет. Салмасы дайын. Қазір самса жасауды бастаймыз. Қамыр 30 минуттай тоңазытқышта тұрды. Тоңазытқышта тұрғаннан кейін кішкене қатты болып тұр. Екіге бөліп, бірден қамырды жаямын. Қамыр өте жұмсақ болып шығады. Оның да қажеті жоқ, бірден жая бересіздер. Мені жұқа етіп жайдым қамырды. Содан кейін, егер сіздерде осындай арнайы форма болса, формамен біркелкі етіп қамырды бөліп алсаңыздар болады. Мен осындай кружкамен бөліп алдым. Самса біркелкі болу үшін осылай бөліп жатырмын. Қамыр кішкене қалың болғандықтан тағы да аздап жайып жіберемін. Қатты жұқа болып кетпесін, бірақ қалың болмағанды дұрыс. Салмасын салып, самса дайындаймыз. Салмасы көп болып кетпесін, көп болып кетсе, шеті ашылып кетеді қамырдың. Мұны жақсылап жабыстырамыз. Содан кейін өреміз әдемі етіп.
Осындай өте әдемі самса болып шығады. Басқа самсаларды да солай жасаймыз. Қамырды кішкене жайып, содан кейін салмасын салып, жақсылап самса жасаймыз. Самсаның шетін өрмесеңіздер де болады, бірақ ашылып кетуі мүмкін қамыр. Сондықтан мен екі шетін жабыстырғаннан кейін өріп жатырмын. Бір жағынан әдемі болады, бір жағынан самса шеті ашылып кетпейді. Өте әдемі біркелкі самсалар шығып жатыр. Соңғы рет сіздерге көрсетемін, барлығы түсінікті болады деп ойлаймын. Егер осы самсаны дайындасаңыздар, өз ойларыңызды төмендегі комментарий бөліміне жазуды ұмытпаңыздар. Мен оқып, жауап беретін боламын. Егер де қандай да бір сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде сұрасаңыздар болады. Міне соңғы самсаны сіздерге көрсетіп жатырмын. Жасап. Барлық самсаны тура осылай жасайсыздар. Дайын самсаларды пергамент төселген формаға салдым. Жұмыртқан сарысына аздап қана сүт қосып, бір кішкентай қасық самсаның бетіне жабып шығамын. Менде үйдің жұмыртқасы, сондықтан түсі өте тамаша, сап-сары. Егер сіздерде дүкеннің жұмыртқасы болса, кішкене ақшыл болуы мүмкін. Жұмыртқан сарысын жабып шығамыз самсаға. Дайын самсаларды әдемілеймін. Осылай пышақпен кесемін, аздап қана кесесіздер, яғни жапырақ тәріздес етіп әдемілеймін. Осылай кесемін міне үстін. Піскен кезде өте әдемі болып шығады. Осылай барлық самсаны жасап шығамын. Пышақпен аздап қана осылай кесесіздер. Осылай әдемілеп жасап шығасыздар. Үйдің жұмыртқасы болса, тіптен піскен кезде әдемі болып шығады самсалар. 180 градуста 20-25 минут пісіресіздер. Өз пештеріңізге қараңыздар. Самса дайын, өте әдемі болып пісті. Қараңыздаршы. Қазір ортасын көрсетем. Міне толығымен пісті. Баршаңызға ас болсын.